Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай дайындалатын және де бір печени қамырынан 3 түрлі печени жасап көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға үй температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Кейін 1 стакан қант ұнтағын және шамамен 6 ас қасық сұйық май салып араластырамыз. 1 стакан крахмал мен 1 пакет ванилинді де қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызбен 1 шай қасық қопсытқышты саламыз. Қалған ұнды да аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай стакан мөлшерімен 2,5 стакан ұн қостым мен. Одан кейін осы қамырды 2-ге бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какаоны қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қамырымызды қолдың көмегімен ұзынша етіп алып, кішкентай бөліктерге кесіп аламыз. Кейін осындай кішкентай шарик тәріздес пішіндер жасаймыз. Ағынан да дәл солай жасаймыз. Төрт ақ, төрт қарасын араластырып, видеодағыдай бірлестіреміз. Ішіне шоколад қойып, қолымызбен бітейміз. Осындай әдемі форма болып шығады. Егер осылай жасауға уақытыңыз жоқ болса, онда тек қана екеуінен кішкентай алып, шарик жасамай, осылай қолмен қамырды басып, шоколадты салып, қолмен бітейміз. Осындай әдемі болып шығады. Кейін қарасынан да, ағынан да осындай жай домалақ пішіндер жасап, бетіне шоколад қойсаңыздар да болады. Алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Міне печенелеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, ауызда ериді. Рецепт сіздерге ұнаған болса лайк басып, пікірлеріңізді төменге қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.